Естіп көрдіңіз бе, ащы тамақ өмірді ұзартады екен. Бұл жай ғана халық арасындағы әңгіме емес, ғалымдар дәлелдеген дерек. Ашының құпиясы қызыл бұрыштың құрамындағы капсаицин деп аталатын ерекше затта. Дәл осы капсаицин бұрышқа күйдіріп жіберердей ашы дәм беріп қана қоймай, ағзаңызда эндорфин, бақыт гормонын бөлуге әсер етеді. Сол үшін ашы жегенде бойыңыз бірден қызу тартып, көңіл күйіңіз көтеріледі. Уақыт өте келе ағза ашы тағамға үйреніп кетеді. Бірақ пайдасы мұнымен бітпейді. Капсаицин ағзадағы қатерлі ісік жасушаларында жоя алады. Ол жасушаның ішіндегі митохондрияға, яғни энергия өндіретін отын қоймасына соққы беріп, қатерлі жасушаны қуатсыз қалдырады. Нәтижесінде олардың өсуі тоқтайды. Ең таңғаларлығы, бұл кезде сау жасушаларға ешқандай зиян келмейді. Демек, ащы бұрыш табиғаттың бізге берген тегін дәрісі сияқты. Ал енді сұрақ, ашыны тек қызыл бұрышы арқылы ғана аламыз ба? Әрине, жоқ. Ащы тағамдардың түрі өте көп. Чили бұрышы капсаицинға ең бай өнім. Бір түйірі ақ бойыңызды жылтып қуат береді. Жалапеньо ашлығы орташа, бірақ хош иісі ерекше. Салатқа, пиццаға, сэндвичке тамаша қосымша. Аджика грузин асханасының нағыз қазынасы. Қызыл бұрыш пен сарымсақтың үйлесімі етке ерекше дәм береді. Қара бұрыш ашлығы жеңіл, бірақ тағамның хош иісін ашады. Имбир бұрыш сияқты күйдірмейді, бірақ денені қыздырады, иммунитетті көтереді. Шайға қоссаңыз, суық тиюден қорғайды. Ашы кимчи, қырыққабырдан жасалатын корей салаты, ішек жұмысын жақсартады. Ашы қыша ет, балық, бутербродтарға дәм қосады. Міне, осындай ашы тағамдарды мөлшермен жеп тұрсаңыз, тек дәм татып қана қоймай, ағзаңызды түрлі қауіпті аурулардан қорғайсыз. Өйткені ашы бұл тек дәм емес, бұл денсаулықтың, қуаттың және ұзақ өмірдің кілті.